никуда не... Сколько всего мы видим, слышим и чувствуем за жизнь. Куда эти моменты денутся? Они хранятся глубоко в сердце. И даже если мозг все забудет, сердце бережно сохранит каждое мгновение. Сәлем достар, бүгін бізде влог жаңа күннен басталады. Біз осындай әдемі де керемет Чайнатаундамыз. Бұл бізде Шыңжаң автономиялық қазақтардың тұратын аудандары. Осындай жерге біз 10 күндік сапарымыздан сіздермен бөлісетін боламыз. Достар, осындай қызыл галстук кімнің есінде? Бұрынғы кезде пионерлер бізде тағады, ал қазір бұл жақта Қытайда кез келген жақсы оқыған бала осындай қызыл галстук тағады екен. Және де жақсы оқығаны үшін оған ақшалай сыйлық беріледі екен. Достар, біз осындай әдемі багимен тауға шықтық. Тауларымыз өте әдемі, сұлу. Бірақ бұл жақта соңғы жылдары өте жаңбыр аз жауып, құрғақшылық басып кетіпті жердің бәрін. Сол себепті де осындай сор болыпты. Кешкісін ұлымызды ойнатуға алып шықтық, өйткені туған күні келе жатқан еді. Түнгі сағат 12:00-де ұлымыз 3-ке толатын. Аллаға мың бір шүкір, жасы ұзақ, дені сау жігіт болып өссін. Біз сені қатты жақсы көреміз. Бізге сенің өмірімізге қуаныш, бақыт, байлық алып келдің балапаным. Осындай жылы тілектермен ұлымыздың туған күн өткіздік. Оған қалаған ойыншықтарын алып беріп, саябаққа алып барып қыдырттық. Осындай қоян ұтып аламыз деп ойлағанбыз, бірақ бұл лохотрон екен. Так что, достар, алданып қалмаңдар. Үстінен осындай ойыншықтың колечко лақтыратын ойын ғой. Баламның бірінші үйренген сөзі Қытайдан қой деген сөз үйреніп келдік, достар. Мына жерде оны құттықтағанбыз, бірақ ұялып қалды. Және де оған главный біздің сыйлығымызды беріп қуанттық. Осындай пультпен басқарылатын машина. Реакциясын көрдіңіздер ме? Осындай керемет күндерді бірге көре берейік. Достар, сіздерге де осындай бақытты тілеймін. Ертеңінде таң атысымен біз жолға шықтық. Қайда шыққанымыз сіздерге қазір жол бойында айтып барамын. Мына менің мамам, мына менің қошақаным. Бізді ағам мен әкем алдында отыр. Сонымен, достар, біз осындай керемет Саз деген жайлауға келдік. Бірақ бұрынғыдай емес, әрине, топырағы шығып қалыпты. Күннің ыстығын айтып жеткізе алмаймын. Осы жерде біз загар алдық кәдімгідей. Хотя мен осындай қалың киініп алсам да, все равно загар алдым. Еще қай жерден деп айтпай қойыңдар. Қай жерден екенін айтпай қойыңсыңдар, достар. Так, менде еще шортик болған. Из-за этого, наверное, аяғыма арт жақтары балтырын күйіп қалды. Біз бұл жерге барған себебіміз, осы жерде осындай ойындар өткізілді. Қазақи мысалы күрес. Мынау тұрған менің ағам Қарадағы жеңімпаз атанды. Және де көптеген ақындар айтысы, көкпар, не тағы да басқа ойын түрлері болды. Өте керемет кеш өткіздік. Одан кейін бізді осындай киіз үйде қарсы алып алды мамамның нағашылары. Осындай ұлымның туған күні өткізіп, осындай үлкен торт заказ берді. Ұлым ұялып тағы да. Өте қуаныштымын осындай мен туыстарым барына. Ол жердегі мамамның дальний родственниктары, барлығы нағашы жұрттары. Осындай туған күн өткіздік. Әдемі көріністер көріп, табиғатты тамашалап қайттық. Рахмет. Ұнады ма саған? Да. Күшті, е? Сен кімдікішін? Оңаш теріс түсіп жатыр. Сен ғой мен үшін? Не? Ауды ма? Дүре. Үйбай мен істейді.
қойшы, неге әкеңе тиісесің? Осылай кешке әкемнің әпкесінің үйіне келгенде тағы да осылай құттықтаулар болды. Тортпен, шапочкасымен апасы үлкен сыйлықтарын дайындап қойыпты төрешке. Осылай жарығын жағып, төрешке ұзақ өмір тілеп, үрлетіп алдық. Одан кейін апасы сыйлықтарын беріп, осындай двойка алып қойыпты төрешке, футболкасымен и шортигімен. Сразу киіп алып төрешке қатты ұнады. Сосын осындай қызыл қалташа берді. Бұның ішінде ақша болады екен. Осылай сыйлықтарын беріп бізді қуантты. Осымен бүгінгі влог бітті. Келесі қызықтарды бізбен бірге көріңіздер. Сау болыңыздар. Маған жазылып, жүрек басып, колокольчикті басуды ұмытпаңыздар, достар.